Hemen hay kəsibi boksçu. Robotlar şekilinin tanımalı olduğuna байланысты. Onun boks mansabı da toğra ulaşıradı. Бірақ ол өз арманынан бас тартқан жоқ. Robotlar şekilіне ауысты. Көп жылдық бокс тәжірибесі оған роботты басқаруда еркіндік берді. Бірақ Қасқыр ағайдың бір өлімші әлсіздігі бар еді. Немендікпен көкіректік көптеген жарыстарда жеңе алатын еді. Бірақ соңында бәрінен айырылып ұтылып қалды. Соңында мәселені тек жұдырықпен шешуге тура келді. Бірақ бұл жолы ол қате адамға соқтығысты. Ол екі адам соттан келген екен. Қасқыр ағайдың бұрынғы әйелі кездейсоқ қайтыс болды. Ол ұлының жалғыз қамқоршысы болып қалды. Әйелінің әпкесі баланы асырап алғысы келеді. Бірақ бұл үшін оның келісімі керек. Түйін жерден Қасқыр ағай бірден келісе салды. Сотқа келгенде Қасқыр ағай әпкесінің жігітінің өте бай екенін байқаған. Ол тағы да ақша бопсаласы келді. Сөйтіп жездесін сыртқа шақырып алды және өз қойылымын бастады. Білесің бе, Дебора Максты шынымен асырап алғысы келеді. Жездесі ақша мәселе емес екенін айтты. Олар жақында демалысқа кетпекші. Баланы Қасқыр ағай жазғы демалыс бойы бағу керек. Қасқыр ағай бәрі жақсы деді, бірақ ол ақша қосуды талап етті. Осылайша ол ешқашан көрмеген ұлын сатып жіберді. Қасқыр ағай мақталды. Ол үшін алған ақшаға жаңа жауынгер робот сатып алды. Оның да роботтарға құмар екені күтпеген жағдай болды. Ол роботтың моделін бірден таныды. Бұл жауынгер робот арал елінде жасалған. Ата-асы зұлым адам. Ол бұрынғы жарыстарда көптеген чемпиондық атақтар алған. Бірақ қазір ол қатардан шыққан робот айналған. Жаңа робот пайда болған соң Қасқыр ағай тағы да есіртке салынды. Астыртын аренаға келіп, ұлын саптымнан қалған ақшаның бәрін роботқа тікті. Сондай-ақ бүгін міндетті түрде жеңетінін айтты. Бірақ ол бұған үзілді-кесілді қарсы болды. Өйткені ол роботтың басқару командаларымен әлі таныс емес. Қасқыр ағай ұлының қарсылығына қарамастан осы жердегі ең мықты қызылбаспен айқасуды талап етті. Жарыс басталды. Аса зұлым адам қарсыласынды соққымен құлады. Іле-шала екінші раунд. Рахмет, үшінші раунд. Қарсылас әлі де төтеп бере алмай жатыр. Қасқыр ағай шайқасты аяқтау үшін ауыр соққы беруге дайындалды. Күтпеген жерден қарсыластың ауыр соққысынан шығып кетті. Дегенмен бұл қатардан шыққан робот қой. Аса зұлым адам басқарудан шығып кетті. Қасқыр ағай қалай қашықтан басқарса да робот ешқандай жауап бермеді. Соңында қарсыластың жойқын шабуылынан кейін аса зұлым адам өшіп теңіп қалды. Солай ма? Тағы да бар ақшасынан айырылды. Робот та аянышты күйде істен шықты. Амалсыздан ол ұлын ертіп роботтарды қайта өңдеу ойынына жасырын кіруге мәжбүр болды. Кейбір пайдалы бөлшектерді табуға тырысты. Ол ұлына ешқайда кетпеуді тапсырды. Өйткені артында қыз бар еді. Сөзі біте бергенде ұлы төмен құлап кетті. Бақытқа орай бір роботтың қолына ілініп қалды. Қасқыр ағай ұлын асығыс жоғары тартып алды. Бала өзін құтқарғанның не екенін көргісі келді. Ол балшықты ашығанда көне роботтың беті көрінді. Оқыс арасынан істен шыққан робот табылды. Ол роботты түні бойы қазып алды. Үйге әкеліп қуаттағаннан кейін күтпеген жерден қуанышты жаңалық болды. Робот жер астында суын шашып жатса да әлі де жұмыс істей алады екен. Оны жуып жатқанда роботтың кеудесінде екі сөз жазылғанын көрді. Адам бұл оның аты болса керек. Бала әкесінің адамды бокс жарысына қатыстырғанын қалайды. Бірақ әкесі оған айтты. Бұл тек жаттығуға арналған робот екенін. Жасқа қалса тек таяқ жейтінін. Кешкі уақытта кішкентай бала адамды ертіп көшеде жүгірді. Адамның ерекше бейнелеу функциясы бар. Сондықтан ол иесінің кез келген пиғылын қайталай алады. Ол адамды жай ғана робот емес деп сезеді. Ол өз санасы бар сияқты көрінеді. Келесі күні әкесі таңертең ерте оянғанда ұлының роботқа бокс үйретіп жатқанын көрді. Логан ұлының соншалықты құмар екенін көріп, адамды нағыз жекпе-жекке апаруға шешім қабылдады. Ұлына дәлелдеу үшін оның жай ғана ойыншық екенін жеке аренаға келді. Онда ес көргідегі роботты көрген қарсылас айтты. Егер олар бір раунд шыдаса, $10 беретінін. Жарыс бастала салысымен адам қарсыласы тарапынан қатты қысым алынды. Артынша бірінен соң бірі ауыр соққылар тиді. Адамның қарсы тұруға шамасы келмеді. Бақытқа орай адам арнайы жаттығу маманы. Сауды өте бер. Логан мұны көріп бұлай жалғаса берсе болмайтынын тіпті біраз шыдаса да уақыт өткенде бәрібір жеңілетінін түсінді. Сосын шыдай алмай бағып келе бастады. Нәтижесінде қарсыластың шабуылынан керемет жалтарды. Бала сәтті пайдаланып қос бүйірден соққы берді. Қарсыласы бірден сұлатты. Логан олардың жарыста жеңетінін мүлдем күтпеген еді. Тіпті сыйақы да алды. Робот боксының менеджері оларды үлкен жарыстарға шақырғысы келді. Бұл Логанды қайтадан масаттандырды. Жарыс аяқталған соң Логан адамның әлеуетін көрді. Сосын ұлының өтінішіне келісті. Және адамға боксты өзі үйретті. Оны таң қалдырғаны адамның бейнелеу функциясы оның ойынан да асып түсті. Оның әрбір қимылын адам айнытпай қайталады. Кейінгі күндері Логан ұлын ертіп жан-жақтағы жарыстарға қатыса бастады. Адам беріп сауыты мен Логанның басқаруының арқасында әр жолы қарсыластарын талқандады. Соққылары жылдам, әр қимылы жойқын болды. Нағыз шайқас тәжірибесі артқан сайын адам барған сайын күшейе түсті. Қарсыластары бірінен соң бірі жеңілді. Адамның аты көпшілікке танымал болды. Әкесі мен баласы қомақты табыс тапты. Көп ұзамай олар кәсіби бокс жарысына шақырту алды. Бұл Логанның бұрыннан келе жатқан арманы еді. Жарыс басталуға жақын. Бірінші қарсы Ласер интеллектуалды талдау жүйесі бар екі басты робот.
Болашақтың бокс аренасында екі робот қызу айқасып жатыр. Адам қарсыласының соққыларынан есеңгіреп қалды. Екі басты құбыжықтың озық интеллектуалды талдау жүйесі бар. Ол адамның соққы беру әдісін талдай алады. Адам тығырыққа тірелді. Бірақ Логан қарсыластың осал тұсын тез тапты. Там ұзын қолдары оның қимылдарын баяулатады. Адам тек жақыннан шабуылдауға мәжбүр. Қарсыластың соққыларынан үнемі жалтарып. Осы кезде қарсыластың жүйесі істен шыға бастады. Адам сәтті пайдаланып оның басын айналдырды. Артынша астынан соққы беріп, қарсыласын құлатып, жарысты аяқтады. Адам финалға сәтті өтті. Бүкіл арена дүр сілкінді. Келесі жарыста Адам Зевс атты қымбат роботпен кездесті. Оның ешқашан жеңілмегені айтылады. Мына сыртқы түріне қараңызшы. Адаммен салыстырғанда айырмашылық өте үлкен. Жарыс ресми түрде басталды. Қарсылас тек бір соққы жұмсады. Адам бірден сұлап түсті. Жиі өш қыла жаздады. Барлығы жарыс осымен аяқталды деп ойлаған сәтте Адам қайсарлықпен орнынан тұрды. Бірақ келесі секундта кері санау басталды. Бала Адамды бар күшімен шақырды. Ол дауысты естіген сияқты болды. Барлығының күтпегеннен тыс. Ол қайтадан орнынан тұрды. Жарыс жалғасты. Бірақ Адам әлі де қарсылық көрсете алмады. Зевс оны бошқа тықсырды. Қарсылас шешуші соққы жасайын деп жатқанда бірінші раундтың аяқталғаны туралы сықыр естілді. Оларда әлі мүмкіндік бар. Чарли Адамды жайлап жөндей бастады. Көп ұзамай екінші раунд басталғалы тұрды. Мықты қарсыласпен бетпе-бет келгенде Адам соққылардан кейін шегіне берді. Бірақ әр құлаған сайын ол қайсарлықпен қайта тұрып отырды. Екінші раунд аяқталғанша шыдады. Ол жердегілердің бәрін таңқалдырды. Қаншалықты соққыға төзімді болса да, Адамның басқару командалары істен шықты. Осы кезде бала Адамның ерекше бейнелеу функциясын есіне түсірді. Ол әкесіне ринг сыртынан басқаруды тапсырды. Осылайша Адам бейнелеу жүйесі арқылы әкесінің қимылдарын пайдаланып соққы жасай алады. Чарли бәрін тағы бүлдіріп алам ба деп уайымдады. Бірақ ол сенді. Әкесінің жанары оған сенім ұялатты. Чарли көп жылдық бокс тәжірибесіне сүйеніп, ринг сыртында жұдырығын сілтей бастады. Рингтегі Адамдар дәл сондай қимылдар жасады. Оның сонша уақыт шыдайтынын ешкім ойламаған еді. Жеңілмейтін Зевс шайқасты тезірек аяқтағысы келді. Өйткені бұл жарыс олардың абыройына нұқсан келтірді. Адамға тез шабуыл жасай бастады. Бірақ өз энергиясын ескермеді. Зевстің соққылары баяулай бастады. Адам өзінің сауытының арқасында қарсыластың ауыр соққыларына төтеп берді. Қарсы шабуыл жасайтын уақыт келді. Чарли жұдырығын сермеді. Соққылаған сайын жеребесі қоза түсті. Сол баяғы нағыз бокс рингінде тұрған сәтіне оралғандай болды. Содан кейін соңғы соққымен Зевсті құлатты. Бүкіл зал шулап кетті. Төреші кері санауды бастағанда Зевс таңғаларлықтай орнынан тұрды. Адам шабуылын үдете түсті. Дәл осы кезде жарыстың аяқталғаны туралы қоңырау соғылды. Соңында төреші нәтижені жариялады. Зевс тек ұпай санымен жеңіске жетті. Адам жеңілсе де, ол барлығы үшін нағыз чемпион болды.